өңірімізде жұмыс шығып тұр. Жоқ дегенде минимум 10 мың жұмыс ашып болады, сол действующий жұмыс орнынан тағы 10 мың адам жұмыс алуға болады. Себебі мен өзім кәсіподақ төрағасымын ғой, білемін, мекемелерде бір адам екі мамандықты. Сіз қай мекемеденсіз? Мен кәсіподақ төрағасымын мен. Бір мекемелерде бір адам екі лауазымда. Жолға жолды жапса ОМОН келеді, ал біз 147 семьяның ішінде 280 бала жаңағы күнде лифт сөнеді, тоқ көтер алмайды, соның бәріне келмейсіздер. Неге? Маек бар ғой осында. Сол тұрау жұмыстарды айтып беріңіз, қандай жұмыстарды сіз істедіңіз? Жоқ, ондай бізге халыққа керек емес. Не істейсіздер? Қандай миллиардтан оборот әкелесіздер ма? Әлде шелек көзге әкеліп бересіз? Ол керек емес халыққа. Халықтан да сұрап отырған бір нәрсе, тариф көтерілмесін, бірақ маяк 100% сіз сұрағаныңыз бюджеттен ақша бөлінді ма? Мен сізге айтайын, бөлінді. Сол ремонттарға ақша бөлінді. Оны өздеріңіз экономика антикор жібересіздер ма? Қандай жұмыс жасап жатыр? Тексеріңіздер, күзде ма ертең жылдың аяғында келіңіздер, халық алдында жауап беріңіз. 100 миллиард бөлдік, мынаны жеп қойд, мына істедік дейді. Бұл жерде адамдар бізге келесіз. Дұрыс айтасыз. Сырттан ұстап аламыз, боқтап отырып, айқайлап отырып. Айтпесе қойып ұстай алмаймыз. Міне биылғысына облыс әкіміне жазып қойдық. Әлгінге дейін жауап жоқ. Bir gün қалған уақытында хабар береміз дейді. Білмеймін, бір күн қашан қабылдайтынын, бірақ бітті. Үйге барып қалып жіберген жауап. Енді мына жердегі мен көптеген дәлелдерім бар. Қазір айтатын болсам, сіз халықты былай тұрсын, сізді ұйықтатып тастаймын мына мен газ светтің су. Ал енді кодекстің шегелерін жазып тұрса, оны көрсетсек, ол мыңқ етпейді. Себебі ол білетті, мына қалай жұмыс жасайтын, заңмен емес, екінші кодпен жасайтын. Сонымен реттесеңіздер, мынандай болмайды да қайшы. Сонда кім жауапты болады? Осындай спектакль ойнап жүрген РЦК бар, мына жарық бар, Маңғыстау жарықтар. Не істеп жүр бұлар вообще? Мен осы мекемелердің алдынан осы сұрақты көтеремін. Көтермеңіз. Сіз олардың жазасын беріңіз. Керек па дәлелдер беріңіз. Мен сотқа өткізе алмай жүрмін. Арызым дұрыс жаза алмай жүрмін. Өйткені маған керек болатын болса ақыл кеңеспен, юристке заңмен ар жазып беретін адам көрсетіңіз. Мен де тұрмын міне. Жазасын алады. Айтып маяк мәселесі. Маяк болсын, барлық жаңа айтып отқан 27 мекемеден плюс мемлекеттік мекемелер бәрі салын аттарынан бәрі көрініп тұрады да. Қазірге дейін көрініп тұр, просто оған андай инициатива жоқ та. Жақсы. Мұны Жаңаөзен мұнайлы деп өтірік бірдеме сылтау айтарсыңдар. Ақтауың бірдеме сылтау айтарсың деген жазды ақша тауып. Бейнеу айдалада жатқан Бейнеу қалай күн көреді? Түсіндім. Ал енді осыған бұл газ мәселесі, су мәселесі проблема. Біздер неге Ресейге тәуелдіміз? Кел жүрген уақытын сотқа берсін, дәлелденіп, өйткені ол ар жағы Ресейдің несінен алып отыр. Әлемдік неде ол рұқсат етілмеген. Бізге басқанысын білмеймін, Маңғыстауда мына нелерді маякты келістіре алмайсыңдар. Бізге де Бейнеуге отдельно бір су тұщытатын зауыт салыңыздар. Возвышенный ценалар. 80 мың, 85 мың халықты қамтитын Бейнеу аймағын қамтамасыз ететін. Біздер қашанғы бір өзгенің күнін кешіп отырамыз. В течение 3 дней заявителю ответ. В течение 3 дней. 3 күннің ішінде. Алдында да министр тапсый деп айтқан 3 күннің ішінде жауап келеді. Акимат сізге береді. Енді жауап маған келген жоқ. Жоқ, мен тұра тұрыңыз. Біз қазір осы кездесудің аяғында біз протокол жазамыз ғой. Мен протоколға оны кіргіземін. Ол копиясын мен сізге қолыңызға беремін. Қалай алам? Кімнен алам? Мен берем сізге, қазір телефонымызды алмасамыз. Біз әдейі мен айттым, ең басында мен әдейі айттым ғой. Ат жөніңізді айтыңыз, біз жазып аламыз да сізге ресми ретінде протоколды береміз. 3 күннің ішінде жауап аласыз. 3 күн ішінде жауап алғанда министрліктің өкілі айтты ғой сізге. Сұралмай тегепсеңіздер кезінде Атырау облысына жолдан льготный ценамен 6 мың теңгеден 1 миллиард газ бөлінген. Сонымен қалған соның арқасында Атырауский регионда 13 мың теңге. Бірақ Маңғыстауға себестоимость. Біз закупочный цена Казахгаздің метрополитендардан 21 теңге. ИЦАның доставкасымен 27 теңге. Бірақ шектік баға министрлік қоятын 24 теңге. Уже 3 теңге разница. Қалғанын крем қояды розничныйда. Ал аймақ өзі қоямайды, потому что естественно монополист. Оның бүкіл затраттарын национальный экономика қарап, тексеріп, сосын ғана бағасын қояды. Министерстводан қандай көмек бар енді? Маяктың жағдайын білесіздер? Иә, маяктың жағдайына байланысты биыл білеміз, 17 миллиард долгы бар екен. Резервқа шықты.
акиматпен бірігіп 10 миллиард береміз деген. Қазір мына зауытпен байланысты 5 миллиард ақшасын төлейтін болды. 5 миллиард береді. Маек интересіне жұмыс істеп жатыр. Бәріміз маекке қарап түсінгенімізде халықтың сұрап отырғаны сіздерде де маяк өзіне модернизация жасап бұрынғы күшіне келу үшін мемлекетте қанша қаражат бөліп мына халықтың қалтасына түспейді. Істей аласыздар ма, істемейсіздер? Сол ғой сұрап отырған. Істей аласыздар ма, айтыңыздар, істемейміз деп. Істей аласыздар ма, иә, миллиардтаған айтыңыздар. Тыңдаңыз, жалғыз газ емес, бұл жерде газдың проблема үш мәселе ғой. Газ, су, тоқ. Неге қымбат? Себебі ана жерден газ қымбат, соответственно газ қымбат болғаннан кейін маяк тоқ өндіреді, су өндіре ме? Олардың бағасы көтере ме? Көтереді. Енді айтып отырғаны, халықтың сіздерден сұрап отырғаны, маякқа үкімет 100% мойнына ремонтын алсын да жасасын, халықтың қалтасына түспесін, тарифті көтермеңдер деп отыр. Болды, қысқаша айтқанда сол ба? Бұл керек емес халыққа. Олар түсінбейді де біз түсінбейміз. Енді кешіресіздер. Эмоция беріп жатқаным бар. Жоқ, сіз айтқаныңыз дұрыс. Ремонт бойынша өзіңіз білесіз. Маекте былтыр ремонт жүргізілді. Бір турбинаны капитальный ремонт істеді, бір турбинада маек бар ғой осында. Сол тұрау жұмыстарын айтып беріңіз, қандай жұмыстарды сіз істедіңіз? Бізге ол халыққа керек емес, не істейсіздер? Қандай миллиардтан оборудование әкелесіздер ма? Әлде ширек көзге әкеліп бересіз? Ол керек емес халыққа. Халықтан да сұрап отырған. Бір нәрсе, тариф көтерілмесін, бірақ маяк 100% сіз сұрағаныңыз бюджеттен ақша бөлінді ма? Мен сізге айтайын. Бөлінді. Сол ремонттарға ақша бөлінді. Оны өздеріңіз экономика жағы антибор жібересіздер ма? Қандай жұмыс жасап жатыр? Тексеріңіздер, күзде ма ертең жылда аяғында келгенде халық алдында жауап беріңіз. 100 миллиард бөлдік, мынаны жеп қойды, мына істедік дейді. Бұл жерде адамдар бізге Мен дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Келістік. Осы жылы біз көтерген тарифті көтермес үшін тырысамыз. Ассалаумағалейкум. Аты Құспан Программ Қосшығып, Бейнеу ауданы Төле ауылы. Тұратырыңызшы, естілмей жатыр. Бейнеу ауданы Төле ауылы тұрғын. Ол энергетик кешені салалық кәсіподағының төрағасымын. Мен мұнай саласы бойынша ой еттім сіздерге. Біздерде конституция бойынша да жер асты, жер үсті байлығы халықтікі. Халықтың атынан мемлекет иелік етеді. Солай ма? Енді яғни біздің мемлекет энергетика министрлігіне осы біздің халықтың байлығын берді ғой, басқаруға. Енді қараңыз бұл жерде мәселе. Сіздердің біздің недропол жер қойнауын пайдаланушылар. Мәселе соларда. Ұлттық компанияларымыз бар, жеке компанияларымыз бар. Және оларға мердігер компаниялар жұмыс жасайды. Қазір Маңғыстауда бәрі неге заводтың ереуілді. Себебі мұнай саласында мен мұнайшымын деп жұмыс жасап жүрген жігіттердің өзінің еңбек жағдайы жоқ. Әлеуметтік жағдайы төмен. Айлық жалақысы асып кеткен 300 мың. Ұлттық компанияда істейтіндерді ода 4 есе көп. Себеп жергілікті жер қойнауын пайдаланушылар өздеріне подрядный мекемелер жалдайды. Қазір жаңа 30-60 түсінікті алып Европадан ба, Америкадан ба, 80-90 жылдарға кетіп қалғандар. Енді мердігер компания жалдайды. Мердігер компанияны заң аясында тендерге түсіп, әділді өзінің талаптарыменен жалдаса түсінікті. Бұл жерде қалай? Мен жақтан бір мысалмен айтайын. Қалай? Қозаш нефті дейтін бар, недропол жүрді. Мәселе, тендерде ұтқан мекеме өзінің техникасымен, өзінің затымен бару керек қой. Ол жерде ана мекемеден бұрын жасап отқанда жұмысшыларға мынаған жасатып, бір жыл. Бір жылға тендер жасайды, өздері, якобы. Енді анада бір жыл мен мына мекеме жұмыс жасап, келесі жыл мен мына мекеме жұмыс жасау керек. Арғы жыл 3-ші мекемеге береді. Ол жерде жұмысшы қайтады. Бір жыл не отпускысын ала алмайды. Өзінің сыйлақысын ештеңесін алмайды. Стажировка ештеңе жасайды. Оның ең күрделі халыққа тиіп отқан зияны бір жылдан жасаған. Жас семьялар бар, үйленеді, ипотекамен үй аламын дейді. Мен жаңа банкке бар кредит алайын десем, мен 10 жыл бойы бір жерде жұмыс жасадым. Бірақ мен ана немде пенсионный фондында 10 түрлі мекемеде жұмыс жасаған. Соның зияны біздің жастардың халықтың өсуіне зиян тиіп жатыр. Енді жұмысшылардың, мұнайшылардың талабы, кәсіподақтардың талабы. Мына контрактілерді, тендерді 5 жылдан кем болмасын. Осы айқай баяғыдан келе жақ әлі шешкен жоқ. Оған бірден бір жауапты сіздер.
ең сосын екінші мәселе еңбек кодексі жұмыс жасап тұрған жоқ. Еңбек кодексін жұмыс жасататын инспекциямыз, еңбек инспекциясы жұмыс жасамайды. Еңбек министрлігі жұмыс жасамайды. Әкімшіліктен енді алып министрлікке беріп жатыр ғой. Энергетика министрлігіне қанша біз бардық, есік жабықты, қабылдамайды бізді. Осы талаптар сіздердің мойнында екен. Осының бәрін сіздер қарау керексіздер. Егер кездесу керек болса, мен көп фактілер сізге беремін, қазір уақыт алмай деп отырмын. Осыны сіздер қатты қараңыздар. Энергетика саласында қай тендерде 5 жылда кемел болу керек. Тендер жөнінде былай істейік, сіз осы кездесуден кейін сіз маған осы кездесуден кейін жеке қабылдауға келе аласыз? Болады. Кездесу уақытында дайын. Қанша адамсыз қазір осы? 3-4 адам тұрады. 3-4 адамсыз. Жарайды. Ендеше жеке кездесуге мен сізді қабылдаймын. Бірақ осы тендер мәселелер, ол мен білемін, ол ежелден келе жатқан 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Өзіңіз білесіз, Қазмұнайгаз қазір 3 жылға көшті. Қазмұнайгаз 3 жылға көшті. Сол оны қарастырамыз. Ендеше мен сізді күтемін жеке қабылдауға. Келесі сұрақ менікі, кезек бойынша менікі. Саламатсыздар ма? Өттірсіз қанша адам осында сұрақтар бар? Мен есімім Азанова Фарида, Ақтау қаласы 17-ші шағын аудан 99-ші үй, 121-ші пәтер иесімін, Бақыт мекені ЖК. Біз осы 4 жыл болды, үйді алғанымызда 4 жылдан асты. Ноғаевтың кезінде болды. Одан кейін зам әкім, қала әкімдері бірнеше рет ауысты. Осындай жиналыстардың барлығына қалмай келеміз, айтамыз. Ақтау қаласының әкімділігімен барлық құзырлы органдарға, сонымен қатар президент аппаратына, барлық министрлікке хат жолдадық, өтінішпен. Хаттың жауабы бар. Бізде техусловиямызды 2019 жылы алған кезде 10 қабатты үй болады және газ беріледі деп газ трубамызды үйіміздің ішіне кіргізіп қойды. Және техусловия тек қана біреу дейді, Қазақ газ аймақ. Бізде қазір мына жерде менде өкілеттің органның атағы бар. Президент аппараты мынандай органға жолдапты хатымызды. Акционерлік общество Қазақ газ аймаққа. Қазақ газ аймақ акционерлік қоғамынан жауап келді. Сіздің техусловияңыз 2019 жылы алынып, техникалық шарттар берілді. Мамандар объектіге барған кезде объекті техусловия 10 этаж болғанмен, объекті 11 этаж болып шығуына байланысты, көзбен көргенде документте 10 этажды техусловия, объекті бірақ 11 этаж болуына байланысты біз газ бере алмаймыз дейді. Енді бірінші мәселе осы бойынша бізбен бірге алынған үйлер 12 этаж, 14 этаж басқа микрорайондарда газ берілді және біздің домнан биіктігі өте жоғары. Министрлікте екі түрлі жауап келеді. 11 қабатты, 10 қабатты дейді. Бірақ 10 қабатты үйлер, 9 қабатты үйлер, олардың биіктігі 2,70-тен 3,20, 3,50-ге дейін. Министерствода маған айтқаны телефон соғып, ешқандай қабат деген сөз бізде жоқ. Біз тек қана биіктік метрлікке қараймыз, 27 метр дейді. 27 метр деген бұрынғы Қазақстан Республикасының Союздан келе жатқан галерейка үйлердің 9 этажы ол. 3 метрден есептегенде, сол үйлерге тек қана газ беріледі деген. Бірақ одан кейін де, одан биік үйлерге газ берілді. Енді мына жақта газ беретін уақытта қабатына қарайтын болыпты. В общем, біз Ноғайыпқа кіре алмадық. Алдында біз қаншама 100-ге жақын домның адамдар болып жиналдық. Біздің домымызға газ беріледі дегесін 220 тоқ желісі тартылған. Барлығымыз газ плита, әртүрлі 380 вольт деді. 380 вольттық үлкен газ плиталар қондырып алған. Бізде тоқ күнде сөнеді, 620-дан астам тұрғын тұрады, соның 280 баласы бар. Қай бала, қай күні, қай үйде өрт шығатын біз білмейміз. Біздің өлгенімізді күтема, өрт шығып терезеден секіргенімізді күтема. Бізге талап мынадай, біздің газымызды қондырып берсін. Бермейтін болса, 3 айдың ішінде біздің тоғымызды полностью 380 вольтқа ауыстырып берсін. Егер де ол болмаған жағдайда, халықтың атынан үкімет деген ол сіздер емес, үкімет деген қарапайым халық біз. Біздің жағдайымыз болмаса, сіздер не үшін керексіздер? Дұрыс айтасыз. Аяқ киімің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда дейді. Мен Маңғыстаудың ортасында тұрып, бәленбай миллионға үй алып, үйімде газ жоқ болса, плиткаменен тоқ пісіріп, қазақтың етін асып, нан жаймамды сала алмасам, қайната алмасам, атамның басына отырмау жерде мен. Растқой, сөзді көтере алмай ма министрліктер, орындарын босатсын. Орындарын босатпай ма, қарапайым халықтың үйіне келсін. Бір замаким, бір әкім біздің телевидение шақырттық үйімізге келген емес, оларға бәрібір. Мінеке, Әбілқайыр Жаңайұлы Байпақов, сізбен бірге институтта бірге оқыдық, сокурсникпіз. Міне, сіздердің де табандарыңыз осындай уәкілетті органға жетіп жатыр.
Абат мырза бар, көптеген жергілікті Маңғыстау облысына жергілікті азаматтарды қойды ғой. Енді сол азаматтар біздің именно 17, акцент қоям тағы да, 17, 99 үй, Бақыт мекені, 17 шағынаудың қақ ортасында тұрған биік дом, 11 этаж, 11 этажда К7 групп жазып алыңыз. Ол К7 групп үй салатын мекеме. Сол мекеме 10 этаж қылып берген кезде Алия деген есімді алаяқтың кесірінен 380 отбасы, яғни 4000-нан астам адам үйсіз қалған кезде Ноғаевтың кезінде әкім шақырып алып К7 группқа түгел документімді сықайтып берем. Ол енді былай кірме екі ортадағы әңгіме, мен айтып тұрған факт емес. Сондай болған, сен мына үйсіз қалған адамдарға үй бер. Астындағы коммерцияңды 4,5 метр потолокты үй қылып, үстіндегі 2 метрлік техникалық салынған зданияға 70 сантиметр қосып, потологын 2,70 қылып, тағы да 10 семьяны үйлі қыл деп, 15 семья астында 15-30 семьяны біздің домға әкеліп, соның кесірінен домның фундаментінен бастап ақша салған біз газсыз отырмыз. 147 квартираның 30 пәтерін акимат келіп өзінің пөтенін жабу үшін манағы бізге әкеліп 30 семьяны қыстырады, біз газсыз қаламыз. Біз біреудің қалтасына түсіп жатқан жоқпыз. Қарапайым халық, налогымызды төлеп отырмыз. Бюджет біз төлеген налогтан зарплата алып отыр, министрден бастап. Енді неге біз құл сияқтымыз, ешкімнің есігіне айқар ашып кіре алмаймыз? Ноғаев мырза недоступен, әкім недоступен, бізден басқа тағы. Сіздерде қазіргі мәселе әлеуметтік мәселе, ешкім ереуілге шықпау керек. Газ жоқ десек шығасыздар, жолды жапса ОМОН келеді, ал біз 147 семьяның ішінде 280 бала жаңағы күнде лифт сөнеді, тоқ көтер алмайды, соның бәріне келмейсіздер. Неге? Әлде біз қан шығарып өліп жатуымыз керек па, әлде секіріп жатуымыз керек па Астана сияқты? Қай уақытта біздің үйімізге келіп, сол мәселені айырып, қай уақытта айтасыздар, газ болады, міне, немесе болмайды, кешіріңіз. Я болмаса, сізге міне 380 вольт. Біз бүгіннен бастап, егерде осы мәселе шешілмейтін болса, қазір мына жерде КМ-нің өкілдері бар, басқа да сіздерді аңдып отырған басқа өкілетті органдар бар. Менің артымнан да тыңдап тұрған адамдар бар шығар. Мен қорқайып тұрған жоқпын бүгін. Дұрыс. Тоқ өткізің, немесе газ өткізің. Екеуінің біреуі. Әкім енді жауабын берсін, бірақ тоқ жөнінде КМ Казике. Қарастырыңыз, 380, 380 вольт. Личный вопрос емес, 2000 адамның атынан келіп тұрмын мен. Мен жауап берейін. 380 вольт подключение рассмотреть в течение 3 дней, дайте ответ министерства и заявителю. Посмотрите. Вы так рассмотрите и дайте ответ официально. По газ мәселесі. Ол СНИП жөніндегі бізде не правилалар бар. Қазір СНИП қолыңызда бар ма қазір? Тоқ болмайды деді ғой. Рассмотрите. Ерлан Құдайбергенұлы, Фарида ханым, сізге жауап берейін. Мұндай мәселе бар Ақтау қаласының тұрғын үйлерінде. Бұл бойынша өзіңіз айтқандай тиісті құзырлы органдарға хат жолданды. Қазір жаңағы СНИПке өзгеріс енгізу бойынша мәселе қаралып жатыр. СНИПке өзгеріс. Оны түсіндірмейді. Жоқ, көрдіңіз ба, ол энергетика министрінің құзырында емес. Қаралғанда біз ұсыныс беріп отырмыз. Строительство. Біз оған жолдаймыз. Бірақ ол тек қана Маңғыстаудың күрделі мәселесі емес. Ол бүкіл Қазақстандағы СНИП. Түсінесіз ғой? Предстроительные нормы и правила деген. Ол бүкіл Қазақстан сонымен салады үйлерді. Онда біз қараған ақшаны, мен 25 мың теңге тоққа төлеймін. Жоқ, мен оны түсінемін. Енді ол СНИП қой, СНИП мен не істеймін. Менің қолымда емес. Мен жергілікті өкілетті органмен, аймақпен бірге, КДС-мен бірге рассмотрим и положительный решение шығарамыз деп ойлаймын. В течение 3 дней заявителю ответ. В течение 3 дней, 3 күннің ішінде. Алдында да министр тапсы деп айтқан, 3 күннің ішінде жауап келеді, акимат сізге береді. Енді жауап маған келген жоқ. Жоқ, тұрыңыз. Біз қазір осы кездесудің аяғында біз протокол жазамыз ғой. Мен протоколға оны кіргіземін. Ол копиясын мен сізге қолыңызға беремін.
қалай аламын, кімнен аламын? Мен беремін сізге, мен беремін сізге. Қазір телефонымызды алмасамыз. Біз әдейі мен айттым, ең басында мен әдейі айттым ғой. Аты жөніңізді айтыңыз, біз жазып аламыз да сізге ресми ретінде протоколды береміз. 3 күннің ішінде жауап аласыз. 3 күн ішінде жауап алғанда министрліктің өкілі айтты ғой сізге. Хорошо. Қазақгаз ол ұлттық компания. Сол Интергаз салды. Интергаздан кейін Қазақгаз өнімдері бар да. Клиент жаңағы бөліп тастағанда Қазақгаз өнімдері жұмысшылардың жалақысы теңге. Ал ол экспорт предприятие да. А мұнай саласындағылар 3 миллион, 2 миллионнан алады да. Мұнай саласында басқа мемлекеттерді қарағанда. Ал оның еріктемеген соң мына болады, мынандай болады да. Сол себепті жұмысшыларды бір ай болмай, бір аптадан кейін жұмыстан шығарып жатыр да. Ал еңбек кодексінде шегеленіп жазып тұр, оны көрсетсек ол мүмкін етпейді да. Себебі ол біледі бұл жақта қалай жұмыс жасайтын, заңмен емес, екінші кодпен жасайтын да. Сонымен реттесеңіздер мынандай болмайды да, қайшы. Жұмыста барады, мысалы айтып отырсыз ғой, маек мәселесі. Маек болсын, барлық жаңа айтып отқан 27 мекеме дейміз ғой, плюс мемлекеттік мекемелер бәрі салын арттарынан, бәрі көрініп тұрады да. Қазірге дейін көрініп тұр, просто оған андай инициатива жоқ та, себебі бәрі біліп тұр, бәрі таныстар. Себебі біз білеміз, кеше мына облыс әкіміне өздері шақыруына барып тұрсақ бізді қабылдамайды да, телефонды ұстап кетін дейді. Телефонымыз қалтамыз салып жақсы, сонда да қорқып отыр да. Өзіңіз айтып тұрсыз, ерікті мәселелерді айтайын десек кіргізбейді бізді. Сондай мәселелер көп. Сосын жаңа айтып кетейін. Былай қылып келісіп алсақ еді, бауырым, қараңыз, құрметті тұрғындар, келіп бәріңізге сұрақ қойғыларыңыз келіп тұр да. Регламент болсын сіз айтқан кезде, иә. Сосын жауап беруге мүмкіндік берейік, әйтпесе біреуіңіз қоясыз, сөйлеп жатсыз. Егер кездескіңіз келсе, мен сізді жеке қабылдауға дайын. Жоқ, сіз емес, мен облыс әкімімізге керек, кеше ғана келген адамсыз ғой. Енді солай келсек, құрметті тұрғындар. Былай келсек, жеке сұрақтар осындай жұмыс мәселелері, жұмыс орын мәселелері, ол жеке қабылдауда оны талқылайық. Қазіргі уақытта, қазір осында тұрғындардың сұрақтары көп тұрсыз ғой. Кезек деген үлкен. Сол үшін барлықтарыңызға мен сөз берейін деп едім. Осындай бір ой пікірім бар. Бірақ қазір уақыт шектеулі. Сол үшін тек қана енді осы Ешкімдіңіз Маңғыстауға шектемеңіз, бір күн ғой отырайық. Отырмыз ғой, отырмыз ғой. Оның тәртібі бар. Тұра тұрыңыз, енді сұрақтарыңызды қойыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан келіп отырмын. Сіздер 1000-2000 мың адаммен келіп отырса, мен 85 мың адамның атынан келіп отырмын. Аудан бойынша. Аудан бойынша. Себебі бізде қазір светтің бағасын уже қайта көтергелі жатыр. Оны өздеріңіз де білесіздер. Оның үстіне газ бар. Қазіргі Бейнеудегі, Маңғыстаудағы ең кедей аудан Бейнеуде. Жағдай қазір күрделеніп кетті. Не халықты жұмыспен қамти алмайды, не айлық мәселелері. Маңғыстауда ең проблемасы Бейнеуде. Оның үстіне газ светпен сығып, желкесінен сығып халықтың соғылып отыр. Көбі әрине көшіп келген қандастар, но көшіп келген қандас екен, үндемейді екен деп осындай иттік тірлік жасауға бола ма? Облыс әкіміне тіркелуге жазылғаныма неше жыл болды. Әлі күнге дейін кіре алмай жүр. Сырттан ұстап аламыз, боқтап отырып, айқайлап отырып. Айтпесе ғой, ұстай алмаймыз. А міне биылғысына облыс әкіміне жазып қойдық. Әлі күнге дейін жауап жоқ. Бір күн қалған уақытында хабар береміз дейді. Білмеймін, бір күн қашан қабылдайтынын. Бірақ бітті. Үйге барып қалып жіберген жауап. Енді мына жердегі мен көптеген дәлелдерім бар. Қазір алайып тұратын болсам, сіз халықты былай тұрсын, сізді ұйықтатып тастаймын мына мен газ светтің су. Бейнеудегі судан ресейден алып отыр. Алай сумен өткеннен бері, осы 3-4 айдан бері, соң халыққа ит қылып берді. Өткенде бір лай болғаннан, айқай қылғаннан кейін, типа суды басып қойғандай қалды да, сол кездерде ауамен айдады. Ауамен учетчиктің халықтықын шыр айналдырды судыкін. Енді сол шыр айналған судан, ол мұнайлыда да болды, мұнайлы ауданда да. Қазақстандық проблема ол. Енді қараңыздар, сол шыр айналғаннан халықтың әр қайсына 30-40 мыңнан ілік қойып отыр. Еще тағы да суды көтергелі отыр. Бағаны 120-дан 150-ге. Ал енді келіп отыратын болса, судан қысылатын болса, оның үстіне светті 28 теңге қалады деп отыр. 21 теңгеден 28-ге. Оның үстіне жаңа газ проблемасы. Газде 3-ші мекемеге іліп тастап отыр. РЦК-да неде? Қазақ аймақ. 3-ші мекеме мына нәурді білмедім, мына бірінші рет естіп отырған. Мына нені
учетчиктің жарамды жарамсыздық қылатын хабарын беретін мына мекеме бар ғой, ешқандай келмейді Бейнеу ауданына. Бірақ ақшаны алып алады да өйстіп мынау жарамды, мынау жарамсыз қылып жібереді да, жасап тұрған учетчикті жарамсыз қылып жіберіп, ана жылына қарап жіберіп, жарамсыз қылып, халықтың ақшасын нормативтік немен екі еседен сорып отыр. Әрбір айына 21 мың теңгеден. Енді қазір қарап отырсақ, халықтың енді Бейнеудің бәрін 80%, 100% демейін, бірақ 30-40%-ін халыққа нормативтік немен, ана жоғарғы тарифтік немен ақша ілдіріп тастап отыр. Бәрі қора. Мен де соның бірімін. Дәлелдермен, как положено қағаздармен бар. Бірақ мен сотқа берейін десең, Бейнеу Ақтауға лақтырып, Ақтаудағысы кілең кіндіктерін оқалайды. Мен сонда кімге сотқа беріп жазуым керек? Кім кел жүр, мынаның дәлелің шамалдау, ананы әкел, мынаны. Мен де барлық дәлелдер түгелін жинап жүрмін, өткізе алмай жүрмін. Ит болып жүргенмен осы 3-4 ай болды. Астанаға бардым, сіздердің энергетика министрлігіне бардым, жеке дара тұрған. Сол кезде өкілдеріңіз шығып, арнайы бір жас жігіт әкелдіріңіз деп отырғызып көрсеттік. Бәрін дәлелдерін көрсетіп бердім. Олды Уральскің жігіт, аты ұмытып қалдым, жас бала. Бәрін қабылдайық дейік, мынандай қаламыз, есептеп, бүйтіп сөйтеміз әумен. Одан кейін ЕГОП-пен Генеральный прокуратураға да барлық бәріне жаздық. Протокол қолыңызда бар ма? Кездесу. Түгелі бар. Неде сіздердікімен жоқ. Сіздердікі олай кіреберісті қабылдайтын болып кетсін. Копиясын берсеңіз, мен оны тексеретінмін. Менде дәлелдер жоқ. Сіздерге қағаз жүзіне барма, тікелей мынандай қабылдап столда отырып энергетика үлкен залында. Соны айтамын да. Бірақ ол жерлік протокол толтырған жоқпыз. Жоқ, кім екенін. Мен номерлерін берем. Жақсы. Менде бар ол кісілердің жаңағы. Енді мәселе бізде тек қана немес, газ, су, светінің, ол жақсы, мұнайлы жақтан. Біздерде мына орташа есеп халықтың күн көрісін бағасын, мысалы, мұнайшылармен немесе акиматта отырғандардың айлығымен есептейді. Ал мұнайда жасамайтын кім не істейді? Маңғыстаудың, мысалы, мұнайда жұмыс жасайтын, мысалы, 1000 адам бар дейтін болсаң, соның 50-60% Шымкент, тағы басқа. Жартысы әр жерде Маңғыстаудың несінен. Мен бөліп отырған жоқпын жалпы. Бірақ енді осы мұнайшылардың бәрі өйстіп, бүкіл Маңғыстау бай деп есептейді. Тона Астанаң. Көріңіздер, кім бай мына жерде? Ең естейді. Не үшін мына сіздерге зар болып, халықты жиналып алып, очерт кетіріп, айқай қылып, не үшін келіп отыр? Өйткені бізде заң талаптарыңызда энергетика министрлігі, мысалы, газды мәселелерінде, тариф жөніндерінде 12 бабында 2-ші тарауда 191-дің сіздерде тариф несі көрсетілген бері нақтылықтары көп байқалмайды. Мысалы, 12-ші 96-ші бұйрық энергетика министрлігі 2014. Сонда, мысалға 12-ші тармағында 2-ші тараудың тауарлық газын жеткізуші келісімсіз артық жұмсалған жағдайда өнеркәсіптік тұтынушы инвестор, мекемелерді айтады. Жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіру жөніндегі тұлға шартта белгіленген көлемнен артық өзі алған, іріктеп алған газ көлемінің құнын және оның тасымалдау құнын әрбір тәулігі үшін 15 сәуірден 15 қазанға дейін 1,12 коэффициент деген 15 қазаннан 15 сәуірге дейін 1,15 коэффициент қолдана отырып қосымша төлейді деген. Енді соның тақырыптың 12-нің 15-тің біріне қарайтын болса, тұрмыстық және коммуналдық тұрмыстық тұтынушылар тек нақты тұтынылған газ көлемі үшін төлемақы жүргізіледі деген коэффициент жоқ. Коэффициент жоқ. Коэффициент. Енді қарай, коэффициентті бұлар 39-ші бапқа сүйенеді, 38-39-ға, онда коэффициент жайында ештеңе айтылмаған. Айнап келеді да, оны мына 96 айналдырып келіп жүріп, заңдарды енді кәші қылып алып келеді да, осыған несіне тірейді. Мына баптарын ұмытып қалып отырмын мен басшы. Коэффициент деген Сол, короче, тоқтайтшы, айтылсын. біздерде коэффициентті, біз енді не үшін жағамыз? Жақсы, дүниежүзілік трассадан енді басқа аяқты қандай екенін білмейді. Бейнеу Өзбекстаннан Ресейге кетіп отырған үлкен трассаны бойынан алып отыр. Дұрыс қой? Енді ол жақсы. Біз Бейнеудің басынан тұрып, сол жерден коэффициент алып отыратын болсақ, біздердің қайсысы келіп, апта сайын үйіміздің газын сығымын кім өлшеп отыр? Сыртқы мен ішкісін. Еще біздерде коэффициент газды тез зырылдайды. Мына біздерге әрбір краниктің аузына фильтр қою керек.
заң талабында. Өйткені фильтр не істейтін болса, фильтр қоятын болса, даттар ана газбен ұшқанда нені шырайын алдырады ғой. Дат жылдамдығын тез арттырады. А біздердің фильтрді не үшін қоймайды, айда жібереді, содан біздер бітелу басталады, оны жөндеу әрқайсысынан 8 мың теңге, 10 мың теңге, 4 мың деп ілет деп отырады. Енді оны жақсы, мұны Жаңаөзен мұнайлы деп өйтіп бірдеме сылтау айтарсыңдар, Ақтауың бірдеме сылтау айтарсың, теңге жасты ақша тауы. А бейнеу айдалада жатқан бейнеу қалай күн көреді? Түсіндім. Ал енді осыған бұл газ мәселесі, су мәселесі проблема. Біздер неге Ресейге тәуелдіміз? Кел жүрген уақытын сотқа берсін, дәлелденіп, өйткені ол ар жағы Ресейдің несінен алып отыр. Ал әлемдік неде ол рұқсат етілмеген. Бізге басқанысын білмей, Маңғыстаудан мына нелерді маякты келістіре алмайсыңдар. Бізге де бейнеуге отдельно бір су тұшытатын зауыт салыңыздар. Возвышенный ценалар. 80 мың, 85 мың халықты қамтитын бейнеу аймағын қамтамасыз ететін. Біздер қашанғы бір өзгенің күнін кешіп отырамыз. Бұл жазында. Сосын бізде светте мәселесі бар. Келген уақытында светтерді бізде айтып келгенде бәрі заң түрде күшті деп жасырынып жиналыс жасап кетеді, бейнеу келісіп отыр деп. Газдың өткен светтің бағасын да көтеруге жиналыс жасап кеткен уақытында міне бейнеу халық кездесіп көтеріп дұрыс деп. Оған жинап қойып отырған бейнеу энергия тағы бірдеме анау жұмысшылары бар ғой өздері. Сон адамдар жиналыс 30 қойып кішкентай аманаттың ішінде Контролируемый, да? өздерінің адамы жиналыс жасап жүрген. Міне осылар келісті, бір-екі депутат шақырып алып, міне олар қолдады дегендей. Ал енді біз білмейміз, халық соның ішінде қоғам белсенділері көтеріп жүрген мәселелерді біз білмейміз. Одан кейін айқай қылдық, міне Мұнайлы ауданының белсенділері сол жиналысты қайта жиналыс өткізгін дегеннен кейін келді. Келгенде қызық бар, мен өзім оперативші Астанаға кетіп қалдым, сіздерге барып сол кездерде мәселелердің газ тағы басқа көтеріп жүргенде. Жаңағы қызық болғаны жиналысты бейнеу сыртындағы Атамекен жақтағы мектепке жинап жасырын жиналыс жасайды да, типа міне бейнеу келсе өтті, мыналар жеп жүрді. Осындай кейін сонда кім жауапты болады? Осындай спектакль ойнап жүрген РЦКУ бар, мына жарық бар, Маңғыстау жарықтар. Не істеп жүр бұлар вообще? Мен осы мекемелердің алдынан осы сұрақты көтеремін. Көтермеңіз. Сіз олардың жазасын беріңіз. Керек па дәлелдермен қолына беремін. Мен сотқа өткізе алмай жүрмін. Арызым дұрыс жаза алмай жүрмін. Өйткені маған керек болатын болса ақыл кеңеспен, юристік заңмен арыз жазып беретін адам көрсетіңіз. Мен де тұрмын міне. Жазасын алады. Қосымша айтайын. Қосымша коэффициент туралы. Коэффициент бізде коэффициент туралы да міне қыста деген 1000 куб жақсақ, біздің үстіне 110 куб қосып алады. Коэффициент неге десе, коэффициент бар мінекей. 110 деген. Қазір жазда міне алып отыр жене. Жазда, ысыда, қайнаған ысыда жене коэффициент алып отыр. Енді бұлардың газ аймақтың айтатыны неде қыста газ қысылады, жазда газ көбейеді, сондайда бас ауыртады, плотность. Меня не волнует, бөлетпайды. Менде счетчик тұр, счетчик. Есептегіш тұр. Сол жерде қанша көрсетеді, сол төлеу керек. Счетчиктің срок службы 24 года и более. Газовый счетчиктің сроғы... қабылдауға кіріп айтасың. Жоқ, мына общийді бәріге дейді. Газовый счетчиктің сроғы 20-24 жыл и более дейді, бессрочный. Бесправленный период 8 жыл, 10 жыл дейді. Қазақ газ келеді, 5 жылдан счетчигін ауыстыр дейді. Техосмотр, абсолютно нені өтір дейді. Заңсыз. Неге Россияда 10 жыл, неге бізде 5 жыл? Дұрыс айтасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ал мен Мұнайлы аудан, Басқұдық деген ауылдан келіп тұр. Мына Ақтаудың қасында, 100 метр қасында. Ал біздің тоғымыз, мен қазір сол күннен көрсетіп берейін. 130-140-қа түседі тоқ. Напряжение. Ал мына қазақша айтқанда вентиляторды айналдыра алмайды. Бір холодильнигім кетті, бір кір машинім кетті. Мұнайлы ауданы дейсіз, иә? Мұнайлы ауданы, иә. Ал мен өзім бірінші группа инвалидпін, 6 балам бар, Құдайға шүкір. Мен ол жыл сайын мен мына холодильник, кір машинді ала беретін жағдай жоқ. Көрші көлемдер жағы стабилизатор, трансформатор қосқан ба. Ал
Енді кеше мен сіздерге жаздым. Хабар келді. Ол кезде мен үйде жоқ едім. Санаторияда жатырмын. 4 электрик келіп кеткен. Қараған тек 190-180 дейді. Солар келген кезде сондай болады, ал басқа кезде жағы 130. Мына соткеме түсіргенім бар. Сонысын көрсетіп берейін. Ол күнде ма сондай? Күнде. Мына қазір шынын айтқанда мына түнгі 4-5-терден кейін 180-190-ға көтеріледі. Оған шынын айтқанда. Ал мысалы қазір міне 11-ден кетті ма, қазір кешкі 9-ға дейін 130. Мен соткімде қазір видеосы да бар, суреті де бар. Ал енді айтайық десек, маяк дейміз, қасымызда тұр ғой маяк. Ол қалай біздің толығымыз сондай болады. Түсінді, мен комиссия жіберейік, біз оны тексеремін мен. Полный комиссия керек. Тексергенде енді бұның жауабын кімнен күтеміз? Енді мен қазір сізге өзім барып оны тоқты... Жоқ, сіз бара алмайсыз ғой, енді. Кім барады? Маған, лично маған келе ма? Қайда, Азеке? Ал сол адам маған хабарласын, мен нөмірімді берейін, үйге келетін болсын. Отработайте. Не күліп Себе, пожалуйста, тоже так же. Ответ заявителю и копию в министерство. Аға, 3 күннің ішінде біздің қарастырамыз, сізге жауабын беремін. Бізде жергілікті орган, біздің министрліктің органы бар осында. Комитет атомного энергетического надзора. Олар бүкіл электр жабдықтау организацияларды олар соның құзыретінде. Олар қарайды. Ол сізде 3 күннің ішінде жауабын береді, тексеруін өткізеді, және қорытындысын сізге қолына береді. Телефон жазып беріңіз қазір. Жоқ, телефон алып. Менің телефонымды аласыз ба сіз? Я.